Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Көп адамдар мына сұрақты да көп қояды. Шам намазына азан шақырып болғаннан кейін, егер де имам кешігіп жатса, осы уақытта 2 ракат намаз оқуға бола ма дейді. Енді фих мәселесіне қарайтын болсақ, біздің ханафи мазхабында шам намазын ертерек оқып алған абзалырақ. Кейбір ғалымдарымыз айтады, ол уақытта 2 ракат сүннет намазын оқу макрух деп айтады. Өйткені ол ғалымдардың хадистерге қараған кезде, бүткіл хадистерге қараған кезде шығарған тұжырымдамасы осы. Ал басқа мазхабтың ғалымдары айтады, ол кезде 2 ракат намазын оқып алсаңыз болады дейді. Ал енді Абу Ханифа мазхабында бұл мәселеге қалай қарайды? Оның дәлелдерін айтайық. Яғни шам намазы кіріп болғаннан кейін 2 ракат нәфіл намазын оқуға бола ма деген мәселеге қатысты хадистер. Суила ибн Умар радиаллаху анхума. Ибн Умар радиаллаху анхумадан, яғни сахабадан не істейді? Сұрайды. Шам намазының алдында 2 ракат намаз оқуға бола ма дейді. Сонда Ибн Умар радиаллаху анхума былай жауап береді. Ма раайту ахадан фи ахди расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям юсаллихима. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның заманында бірде-бір адамды мен көрген емеспін дейді. Шам намазының алдында 2 ракат намаз оқығаны дейді. Вараххаса фи ракатайни ба'дал асри. Және де аср намазынан кейін 2 ракат намазға рұқсат берген адамды мен көрген емеспін дейді. Яғни менің заманымда болған жоқ бұндай нәрсе дейді. Бұл хадисті Ибн Абу Дауд рахматуллахи риуаят етеді. Ал енді басқа бір хадистерге қарайтын болсақ, Яхья ибн Саид حدثنا محمد ابن منصور المكي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال سألنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Жабир радиаллаху анху айтады, біз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның әйелдерінен сұрадық дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шам намазының алдында 2 ракат намаз оқыды ма деп айтты. Сонда олардың барлығы айтты, ешқандай 2 ракат намаз оқыған емес. Умму Сәлма радиаллаху анхадан басқасы айтты дейді. Яғни Умму Сәлма радиаллаху анха айтты, ол 2 ракат намазды бір кезде менің үйімде бір-ақ рет оқыды. Мен сол кезде сұрадым, бұл қандай намаз деп сұрадым дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, наситу ракатайни қаблал асри фасаллайтухум ал-ан. Мен аср намазының алдында 2 ракат намаз оқуды ұмытып кетіп едім. Мен соны қазір оқып жатырмын деп айтты дейді. Бұл хадис раваху табарани фи муснади шамиин. Енді Абу Ханифа рахматуллахи алейхидің хадис екен бұл. Бұл хадис Саала Ибрахим ан-Нахаи. Ибрахим ан-Нахаи деген үлкен мухаддис ғалымнан сұрайды. Ани солати қаблал магриб. Магриб намазының алдында 2 ракат намаз жайында. Сонда ол айтады, фанахаху анха. Бұл намаз бізге тыйым салынған дейді. Сөйтіп айтты дейді. Инна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ва Абу Бакр радиаллаху анху, Умар радиаллаху анху лам якуну юсаллунаха. Расымен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр радиаллаху анху, Умар радиаллаху анху, олар бұл намазды оқыған жоқ деп бізге жеткізген екен. Раваху Мухаммад фи китабил атар Зайлаи. Qultu wa rijaluhu thiqatun ma'a irsalihi. Яғни бұл хадистің сенімді екенін сіздерге жеткізіп жатыр.